Бір жасағанда шығатын аз ғана рецептімен 30 штук блини жасаймыз. Алдымен 3 жұмыртқа, 3 ас қасық қантымызды қосамыз, шамамен 100 грамм болады. Және де сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Және де бөлме температурасында тұрған сүтімізді қосамыз, және қайнап тұрған ыстық суды қосамыз. Барлық рецепті видеоның астына қалдырамын. Оның үстіне тұз және қопсытқышты қосып араластырып, жаңағы смеске аз-аздан қосып, ешқандай іртік қалдырмай жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық жақсы масса шығу қажет. Табамызды қыздырамыз да, және де бір-ақ рет майлап, осылай құйып пісіре береміз орташа отта. Табаңыздың қалың болғаны өте маңызды. Егер жұқа болса да, менің табам дәл қазір жұқа, бірақ сонда да өте әдемі шықты. Арасына осылай сары майдан жақсаңыздар өте керемет болады. Дәл осы рецептімен туп-турамен де 30 штук шықты. Арасына неше түрлі салманы қосып ұсына берсеңіздер болады. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберіп қойыңыздар.